Баршаңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіз. Бүгін сіздерге тандырда піскендей болып шығатын өте дәмді осындай сүп-сүйкімді күлше нан дайындап көрсетемін. Видеоны соңына дейін қараңыз. Ең алдымен ыдысымызға жылы сүт құямыз. Одан кейін жылы су, құрғақ ашытқы саламыз және қант салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Сүт пен су қатты ыстық болмауы керек, жылы су болу қажет. Одан кейін 3 ас қасық ұнды салып араластырамын. Мен аппарат жасап аламын, немесе осылай бірден илей берсеңіз болады. Енді бетін жауып 10 минутқа қалдырамын. 10 минуттан соң осылай көбіктеніп бастайды. Одан кейін тұз саламын, сұйық май құйып араластырамын. Ұнды аз мөлшерден сала отырып қамыр илеймін. Құрметті көрермендер, каналға әлі тіркелмеген болсаңыз, төмендегі подписаться батырмасын басып, каналға тіркеліп алуды ұмытпаңыз. Мен каналымда бір жасағаннан шығатын сәтті рецепттермен бөлісіп отырамын. Енді қолымызбен илеймін. Ұнды міндетті түрде електен өткізіп қосамыз. Бізде осындай орташа тығыздықта қолға жабыспайтын қамыр болып шығады. Үстелдің үстіне жақсылап илеп, иін қандырамыз. Одан кейін ыдысымызға кішкене сұйық май құйып, жан-жағына барлық жағына жағып аламыз. Қамырымызды салып, жылы жерге 1 сағатқа көтерілгенше қойып қоямыз. Міне менде 1 сағат тұрды. Осылай өте жақсы болып көтерілген. Енді қамырдың үстін басып, осылай ыдыстың ішінде 1-2 рет илеп аламыз. Үстелдің үстіне қойып, сопақша форма жасаймыз. Одан кейін бірнеше бөлікке бөлеміз. Мен 9 бөлікке бөлдім. Әр бөлігі 120 граммнан жасап алдым. Көз мөлшерімен бөлсек те болады. Одан кейін осылай беті тегіс болғанша жақсылап илеп, дөңгелек форма жасаймыз. Противенге қойып, бетін сүлгімен жауып, 15-20 минутқа тағы көтерілу үшін қалдырамыз. 15 минуттан соң осылай тағы да көтерілетін болады. Одан кейін ортасын басып, осылай видеодағыдай күлше нанымыздың формасын келтіреміз. Менде противен кішкентай болғандықтан мен бөліп пісіретін боламын. Егер сізде үлкен болса, барлығын бірден пісірсеңіз болады. Барлығын осылай видеодағыдай жасап аламыз. Одан кейін ортасын осылай шанышқымен тағы да басып шығамыз. Жұмыртқа жақтым бетіне. Жұмыртқа немесе сүтті де жағуға болады. Жылтырап әдемі болып піседі. Енді қалауыңыз бойынша бетіне күнжіт септім. Барлық күлшелерімізді осылай дайындап алдым. Қызып тұрған пеште 200 градуста 25 минут пісіріп аламыз. Әркімнің пеші әртүрлі пісіреді, сондықтан өз пешіңіздің ыңғайына қарай пісіріңіз. Міне менде 25 минут уақытта пісті. Өте дәмді, жұп-жұмсақ күлше нандарымыз дайын. Осы рецептпен жасап көріңіз, сізге ұнайтынына сенімдімін. Барлық құрамын, мөлшерін мен осы видеоның астына жазып қалдыратын боламын. Егер сізге видео ұнаса, лайк басып, төменге өз пікіріңізді жаза кетуді ұмытпаңыз. Сондай-ақ қазақша каналды қолдап, тіркеліп қоюды ұмытпаңыз. Астарыңыз дәмді болсын.